Әне, қатып қалып жатыр. Ой, Алла, енді кетті. Так, Canva приложениесі арқылы реклама жасаудың жолдарын мен сіздерге үйрететін боламын. Соткам вообще қуып кетті ғой. Аха, біз енді Instagram арқылы, мысалға Instagram Stories арқылы реклама жіберетін болсақ, Instagram Stories деген таңдаймыз мына жерден. Или лента арқылы жіберетін болсаңыздар, публикация Instagram деген таңдайсыздар. Енді біз көбіне Instagramның Stories арқылы реклама. Ана жерден былайынан таңдасаңыздар, барлығы да әрекетте берілген. Мысалға, мынадай суретіңіз қойып жазулар жазсаңыз болады. Давайте мынаны алып. Қараңыз, мына суреттің үстін бассаңыз, астында мынадай жазулар шығады. Изображение десеңіз, мына жақтан өзіңіздің суретіңіз ұнамаса, типа сотканың суретін қойғылы, сотка арқылы, телефон арқылы үйден шықпай ақша тап деген сияқты. Онлайн работа деп мынадай ноутбуктарды қойсаңыз болады. Но мен өзімнің фотомды қоя салайын, иә? Мысалға, мына фотом болсын. Мынаның түрі көрінбей қалды. Міне, былай қарай жылжытсаңыз болады. Мынау бұл кезде мынаның үстіне ұстасаңыз, мынау былай қарай көрінбей кетеді, иә? Мынау тұрған орнында тұрсын. Мына суреттің үстіне 2 рет басу арқылы қара болған кезде осылай жасасаңыз болады. Мінекей. Енді бәрі дұрыс болды делік. Summer sale дейді. Осының жазуын кішірейтесіз. Автоворонка. Көрдіңіз ба? Мына жерден текст өзгертсеңіз болады. Ортасына жанына қойсаңыз болады. Мынау шрифт тұр ғой, бір жазулар тұр ғой, иә? Түсініп жатсыз ба? Жазулар тұр. Соны бассаңыз, былайынан жазуды өзгертуге болады. Мынаның үстінен бассаңыз, жазудың үстінен бассаңыз, былай әкел. Қолмен жылжытып кішірейтуге, үлкейтуге болады. Мінекей. Мына жазудың үстінен басасыз. Мына бір клавиатураның суреті тұр, 36 дегеннің жанында 4 бұрышты, соны басасыз да. Қазақша күніне 12.000-нан жоғары. Кеттік, мінекей. Міне. Қайтадан мына жазу басасыз да. Табысыңды еселе. Мына сөз, мысалға, мынаны басып, тағы да не жазғыңыз келеді? Мысалға, мен айтып. Енді мына жоғар жағында, мынадай не тұр? Қалай деп түсіндірсем екен? Бірінші, екінші, үшінші батырма play, осыны қарасаңыз, көрдіңіз ба? Былай кетіп тұрады. Астында подъем, плюс, панель, мынадай жазулар бар. Осыны алып қалағаныңыз не істейсіз? Жоғарыда тұрған, бетіп төменге қарай түсіп тұрған нені аласыз. Мынау уже жазылды. Не сейчас? Болды, мынау енді сіздің мына фотопленкаңыздар шығады қазір. Мінекей шықты.